Зығыр. Ертеде жерден бір зығыр өсіп шығыпты. Күн шуағын шашып, жаңбыр оны соландырды. Зығыр айтыпты: «Әлем сондай керемет, адамдар мені тамаша әрі мықты матаға айналдыра алады дейді. Менің жолым болды». Ал қоршаудың қазықтары бұған келіспеді. Ол болса: «Сен бұл әлемді білмейсің, ал біз оны жақсы білеміз. Себебі біз бірнеше бөліктерден тұрамыз». Сосын олар мұңды ән айтты. Зи-зи ке-ке. Ән аяқталды. Зығыр болса ертең бұл ән бұдан да ұзақ болады деді. Адамдар зығырды жұлып суға салды. Зығыр өзін суға батып кетемін деп ойлады. Содан кейін олар оны отқа қақтады. Ол болса өліп қала жаздады. Зығыр қоршау қазықтарының сөздерін түсіне бастады. Зығыр тіл қатып: «Адам мәңгі бақытты өмір сүру үшін қиындықтарды бастан кешіп, содан кейін білімге ие болу керек». Адамдар зығырды жинап, талқандап, илей бастады. Сосын оны иіру үшін дөңгелекке салды. Дөңгелек шиқылдап айналды. Зығыр қатты ауырсынуды сезінді. Ақыры зығырдан әдемі мата тоқылды. Бұл дегенмен бақыт еді. Өйткені ол бұрынғыдан да әдемі болып шықты. Зығыр айтты: «Ертеде мен тек жай ғана өсімдік едім. Ешкім мені елемейтін, енді мені адамдар үнемі күтеді. Себебі менің бейнем газеттерде басылды. Мен ең мықты матамын. Біреу матаны сатып алып, оны екі бөлікке кесті. Сосын оларды инемен тікті. Сөйтіп бұл матадан киім тікті». Зығыр бәріне төзді. Оны кесіп тастаса да қайтадан біріктіріп тікті. Бірақ бірнеше жыл өткен соң зығыр тозып ескірді. Ол енді біттім деп ойлады. Алайда оны қағаз фабрикасына жіберіп, жап-жасыл таза ақ қағазға айналдырды. Адамдар бұл қағазға әсерлі оқиғалар жаза бастады. Зығыр айтты: «Мен бұрынғыдан да әдемі болғаныма қуаныштымын. Мен адамдар арасында өте танымалмын. Мен өмірімнен ләззат алып жатырмын». Ол тағы да тіл қатып: «Мен бәрі бітті деп ойлағанда тағдыр маған бақыт сыйлады. Мен бұны күтпеген едім. Мен әлі күнге дейін әлемді шарлап жүрмін. Адамдар менің тарихымды естігенде оны түсінеді және әсерленеді. Бірақ газет әлемді шарлап жүре алмады. Оны баспаханаға жіберіп, кітапқа айналдырды. Сосын кітап саяхатқа аттанды. Бірақ қағаздың беті оңай жойылуы мүмкін еді. Газет айтты: «Адамдар менен көбірек біледі. Енді мен кітап сөресінде тұрмын. Адамдар мені құрметтейді. Бұл мені бақытты етеді». Түнде ол ойға шомылды. Басында мен көгілдір гүлдер бар зығыр өсімдігі едім. Сосын менен түрлі түсті мата тоқыды. Одан киім жасады. Біраз жылдан кейін мен жыртық-жыртық шүберектерге айналдым.
Содан кейін маған оқиғалар жазылатын қағаз болып қайта өңделдім. Адамдармен қалу мен үшін үлкен бақыт еді. Бұл мәңгі жалғаса береді. Бір күні газет пеште жанып кетті. Ол жалынға айналды. Жалын сансыз жұлдыздарға айналып, күнге қарай ұшып бара жатты. Бір бала айтты: "Қараңдар, қағаз күлге айналып кетті." Кішкентай ұшқан ұшқындар да ән салып былай деді: "Жоқ, бұл ең керемет ән. Бұл ең керемет ән. Жоқ. Ән ешқашан бітпейді. Ән ешқашан бітпейді."